Мынау иштеп турган 50-ның несі, доноры. Алатын жерлерден полный алдық. Бұның хозяин түсірмеңіз, үйдегілер білмесін дегеннен кейін видеоға алған жоқпыз TikTokқа. Сіздерге мәселе мынада, қараңыздар. Сонша машина істеп, тура осы сияқты машина істемейміз, қараңыздар. Айтасыздар, ой, неге кеседі, неге өйтеді, бүйтеді, мынаны мусорға лақтырыңыздар. Бұл айтайын сіздерге историясын. Бүйтіп қараңыздар. Историясы былай. Кредит алынған машина. Бірақ жыл төленген. Алған 5 жыл ма, 7 жыл ма, қанша 4 жыл ма сондай бар. Сырт жағынан көрсек, мына іштегі пеш көрініп тұр. Мына іштегі пешкі салондағы. Ол соңында бір фураға ұрылғанда, Құдайның бір сақтаған жері, мына жерде екі қабат әйел отырған болған, ішінде баласымен. Сол ұрғанда мына астына қарай кіріп кеткен ғой, мына жерге тиіп. Бәрі сау. Адамна ештеңе қылмаған. Құдай сақтаймын десең, қараңыздар. Қандай удар болғанын сақтайды да. Құдай сақтасын, мына ударын қараңыздар. Мына. Осы машинаны істеп беретін боламын, Құдай қаласа. 60-дан кейін кіретін машинамыз жак машина бар, сыртта, оны қазір көрсетеміз. Одан кейін кіретін машина Альфард бар, 2 Альфард бар. Қараңыздар, баллондары не болып кеткен? Баллондарını жыртып жіберген. Осы қатты киген, мұны көп айналған ба, бірдеңе жарып жіберген да. Енді бұл машинаның ләжі жоқ. Осы жерден кесіп, былайынан осып береміз ба. Енді рас отта страшно болып тұр оның. Амал жоқ басқа. Сатайын десе де болмайды, мінейін десе де болмайды. Ақыр не болып тұр бұл жерде? Ол жерде тек қана ремонт қылу керек болып тұр болды. Мына крышасы кетіп қалған, қараңыз ары қарай. Яғни есіктің тұсында болу керек, тартып кеткен. Енді жұмысы да қиын. Серьезно. Алмайын десе болмайды. Болмағанда жәке осыны істеп беріңіз деп қанша уақыттан беріп менімен сөйлесіп жүрген ғой. Мына арты кеше мен байқағаным, мына жер қайсы отырып қалған. Мына жер көтеріліп тұр да. Қараңыздар. Мен байқағандар болса. Енді дата басып зазорлары бәрі кетіп қалады. Өйткені бұл мынандай ударға онша машинаның стойкілері не бере алмайды. Хош, короче, контакт мына жалғаса үйтіп кетеді, жалғаса бүйтіп кетеді. Жігіттер, қараңыздар, заводской жерінен ажырап кеткен. Дата басып. Қатты удар болса ажырап кетеді. Любой машинаны ажырайды. Мына жерде бар мысалы. Осы машинаны істеп шығатын боламыз. Құдай қаласа. Көріп тұрсыздар ғой, не қалай ұрылғанын. Мен өзім комментарий емес, сіздер комментарий жазып кетіңіздер. Машинаның удары сондай келгенде фура мына жерде қадалған ғой. Құдайның несін айтамын да. Ішіндегі адам намын қалдырған ғой. Ішінде әйеліне өзі ұйықтап кеткенде. Негізі бір жерге шығуда ұйықтап демалып тыншау керек енді. Белек қой бас аман болсын. Ал жағынан қарағанда да осы ужас болып тұр. Енді қазір сіздерге макинонканы қазір мусорға лақтырамыз. Сіздерге одан кейін кіретін машиналарын бір. Ішінде 50-ға дейін кіретін машиналарын көрсетіп өтеміз қазір. Сабыр тұрыңыздар. Іштегі машинадан кейін мұны жак кіреді, қараңыздар. Мордасы көтеріліп кеткен, түйегі жоғары қарай. Өйткені мына жерін көрдіңіздер ме? Мына көтеріліп кеткен да. Вообще қойған кезде лонжерондары бәрі бытыс шығып кеткен мына. Бұл негізі қалған кәсіпорын жігіттеріне өздері шешіп дайындап әкеліп берді. Енді әше істеуіміз керек. Өте пысық бала. Мына бәрін изолировать тастаған ғой скотчпен. Ертең ізі түспесін деп. Қараңыздар. Осыны істеп беретін боламыз, Құдай қаласа. Бұны әлі лонжерон келген жоқ. Лонжеронны одан бір 4 күн алдын әкеліп тастаймын деген. Телефонны қимылдатып жіберсек кешірім сұраймыз. Кішкене мына жерде күннің астында алдында қиын болып тұр кішкене. Осы машина істеп беретін боламыз. Болды, әжептәуір несі бар. Не дейді? Жұмыс көп та. Жігіттер, не істейміз оны? Жарамсыз да мыналар, бәрі жарамсыз. Кеше біреу айтты, кеспей істеуге болмайды ма? Кеспей істейтін нәрсені кеспей істейміз, кесетін нәрсені кесеміз. Не болып тұрған? Мощный шығарып берсек болды емес па? Андай ма, мындай ма, жұмыс. Одан кейін істелетін машина мына Альфард. Морда лонжерон полный кетіп қалған. Бұнда жаңағыдай не машина деді? Кобальт. Баковой частына ұрған. Мынаны алдына кепті. Керек жеріне аламыз да, үсті жағы қалады, асты жағы лонжеронның өзін алып тастап ауыстырып беретін боламыз. Носка дейді ма, оны или короткий морда дейді ма, не дейді? Осы кіреді. Короче, бірінші кіретін 50-дан кейін жак кіреді, Альфард кіреді. Одан кейін тағы бір машина бар, оны қазір көрсетеміз сіздерге. Одан кейін кіретін машинамыз мына Альфард. Жігіттер болған 1 жыл болған жатқанына. Былтыр қыста тастап кетті да. Сосын мен осы жерге қойып қойдым оны, крамин әкетті. Тура осы жерде ғана Альфард тұрған жерде тұрған, крамин әкетіп тура осы жерге қойдық. Енді хозяин 1 жылдан өткеннен кейін табылды. Звондайды, нөмір жоқ. Осылай проблема болып қалды дейді. Не проблема болса да осы машинаны істеп беретін боламыз. Оны алды талға ұрылып, короче, алмай кеткен. Артына кірілді. Істелетін жұмыс көп жігіттер. Бір жерінің бір зазор кеп тұрған жері жоқ. Полный кетіп қалған. Алдым ордасы вообще айтамаймын. Осында полный сіздерге обзор ютубқа салатын боламыз. Олар уже оразадан кейін келесі айының ішінде басталатын машиналар. 3-ші болып осы машина кіреді. 3-ші ма 4-ші болып осы машина кіреді. Баковой частарының бәрі кетіп қалған. Центральный стойкілер бәрі кеткен, алдыңғы стойкілер кеткен. Кетпеген жері қамаған. Бұның бір кетпеген жері артындағы бірақ дискісі. Қалған бәрі орнынан қозғалып кеткен. Не істейміз? Істеп беруіміз керек, болды біреудің аманаты. Тастап кете алмайды, сатамайды. Оны істеп сатады да. Енді алдып сатама, рас айтып сатама, енді ол жаңағы өзінің несінде. Мысақ қой енді, санда қарап көреді да. Жігіттер, жазылып кетіңіздер, Құдай қаласа ютубқа. Оның обзорын соңына дейін көріңіздер.